әдеттегідей Мото Қазақстан және 234 кезек сайты. Мото Қазақстан Инста TikTok парақшасы. Бүгінгі таныстырымда нар 200 мотоциклі. Енді бірде мотоцикл айналасындағы осыны білетін, түсінетін кісілер біледі. Бұл Suzuki JSX деген мотоцикл. Соның нар деген моделі. Бұның артықшылықтары моторды дірілдетпейтін баллон сүйрепкісі бар. Және майды мына жерінен көруге болады. 2 жүгіп бір цилиндрлі ауамен суытылған жүйе. 14 аттың күші бар. Карбюратор әдеттегі пызы 30 деген карбюратор. Артқы амортизаторы міне қос пружина. Алды 300, арты 325. Ал дискілерінің размері болатын болса 18, алды арты бәрі 18. Боковойлардың бәрі темір. 5 стопкі. Бәрі алдыға басасыз, айналмалы скорс. Мына жерде де нар деп жазылған және сайттарымыз жазылған. Осы мотоциклді алған кісілерге біздің компанияның атынан әрдайым қамқорлық болады. Өйткені бұл өзіміздің осы 5 жылдан бері тұңғыш жасатып отқан брендіміз. Санаулы ғана үштіктер. Кім осындай мотоцикл алады? Біз о кісіге техникалық жағынан, жаңағы запчасть жағынан кез келген үлкен ұтысты ойындарға қатыстыруға мысалы жұмыс жасайтын боламыз. Өйткені бұл брендке біз оң көз қараспен қараймыз. Яғни ең қамқорлығымызда болатын брендтердің бірі. Алдағы жұмыс жоспарымыз осы брендтің аясында жүретін болады. Мына жерге мафон орналасқан және USB порт бар мына жерде. Читогы механика, мына жерде скорость көрсетеді, 1-ден 5-ке дейін көрсетеді. Мына кнопкалардың бәрін білесіз, мынау моторды сөндіріп қосатын. Мынау электростатор, аяқпенде бар, фарлары, мына жақтар болса поворотниктар, мынау болатын болса сигнал, мынау дальний ближний. Ал кейде асығыс жағдайда мынаны бассаңыз маргайды мынау. Алды диод, фары әдеттегі емес диод. Мына крыло сынып кетпес үшін сәл қысқа болынған, сосын мына жерде мына крыло бөлініп қалмау үшін тағы да мында қосымша қатырғаны бар. Бағы бір 12 литрдің айналасында қосымша мына сияқты нелермен жабдықталған. Бір заттарыңызды бірдеңеге сақ қоюға, бір жағы дизені қорғау үшін, бір жағы жаңағы алып жүретін заттарымызды қою үшін. Күлшақтары қара. Мынау енді немен тұр? Мынаны алып тастасаң не қылады? Мына жағы әппақ болады. Алып тастайық. Міне. Просто сызылып қалмас үшін не қылып қойған ғой. Мына сияқты багажниктері бар. Мынаны кілтпен орналастырып, мына кілтпен орналастырғаны өте дұрыс. Өйткені мынау жаңа күлшпен ашатын болса, кейбіреуде күлш болады, болмай қалады. Қандай да бір тоқ жолынан әңгіме шығатын болса, мынамен басып қана аша салуға болады. Сосын автозаводтарда бар. Не, в общем, не сұрасаңыз сол бар. Мынада да USB порт бар. Міне жерде де бар, в общем. Міне флеш карта бәрін салуға болады. Мотоцикл саласында енді көп жүрдім. Біраз жүрдім кәдімгідей. Айналып кеп осындай брендке тоқтадық. Өйткені бұл Suzuki деген өте жақсы марка. Сонымен обзор енді қысқа да нұсқа түсінікті болды деп ойлаймын. Біздің сайтқа кіріңіздер және бізді қолдап қуаттап кетіңіздер. Осы мотоциклге заказ беріңіздер. Нар деген бар жоғы 23 түк. 20 адам бізден мотоцикл алса, кейін диск, факрышка или мотоцикл сол сияқты нәрселерді подаркаға беретін боламыз. Қазір 20 мотоцикл тегін ұтыс ойындарын ойнатып жатыр. Соған да қатысуларыңызға болады мысалы. Ол биылмен ғана бітіп қалған жоқ. Келесі жылда да сондай ұтыс ойындар болады. Әрдайым қолдап қуаттап кетіңіздер. Сіздермен бірге Мото Қазақстан.